Сәлеметсіздер ма? Мен Алматы Медеу Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тоқбаева Айнұр Елубайқызымын. Бүгінгі таңда білім беруде жасанды интеллект құралдарын сабақтарда тиімді қолдану белең алуда. Біз де қазақ тілі мен әдебиеті сабағында жасанды интеллект құралдарын қолданып көрдік. Мен сіздерді өзімнің жұмыстарымен таныстырмақшымын. 9 сыныптың 3 тоқсанында ғылыми ашылулар мен технология бөлімінде біз жасанды интеллект құралдарын қалай тиімді қолдануға болатындығы жөнінде шағын өзіміздің зерттеуімізді жүргізіп көрдік. Бұл бөлім бойынша Михаил Булгаковтың «Ит жүрегі» және Ғабит Бекахметтің «Барса келмес көшпенділердің оралуы» шығармасы бойынша мақсаттарды жүзеге асыруға тырыстық. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, алдыңызда ақпараттық графикаға негізделген шығарманың қысқаша мазмұны. Бұл жұмысты жасағанда Notebook.lm платформасы арқылы мәтін мазмұндағы қарама қайшылықтарды оқушыларға суретті бейне ретінде түсіндіріп беруге тырысқан болатынбыз. Тағы бір айта кететін жай, мұнда промптты жазға ең маңыздысы осы. Бізге промпт жазуда Gemini платформасы көмекке келді. Егер ақпарат ұзақ болатын болса, онда ол оқушының қызығушылығын тудырмайды және тез жалықтыруға алып келеді, соңы прокрастинацияға ұласады. Сондықтан осындай инфографикалық мәтіндер оқушылардың ойынан дәл шығып, шығарма мазмұнын талдауға да көп көмегін тигізді. Бұл жерде енді біз Ғабит Бекахметовтың «Барса келмес көшпенділердің оралуы» тақырыбында шығарма бойынша жасаған жалпы ақпараттық жұмысымызды ұсынып отырмыз. Енді қандай мақсаттар жүзеге асырылды? Тыңдалым және айтылым мақсаттары бойынша бізге Notebook.lm платформасы мен промпт жазуда Gemini көмектесті. Ал мәтінді талдауда тағы да Notebook.lmге жүгіндік. Gemini арқылы оқушылар монолог дискуссия құруда, сұхбат құрғанда қандай сұрақтар қою керектігін және ол берілген мәселені анықтауды шешуде қалай көмектесетін туралы оқушылар өздері жұмыстарын жасаған болатын. Келесі оқылым бойынша оқылымда берілген мақсаттарды жүзеге асыруда қарама-қарсы ақпараттарды, қайшы ақпараттарды және автордың идеясын түсіндіруде бізге тағы да Notebook.lm көмекке келді. Енді жазылым мақсаттарын біз қалай жүзеге асырдық? Оқушылар блогқа пікір жазуда алдымен өздері өз басынан блогқа қалай дайындалу керек, аудиториямен қалай сұхбат құру керек және аудиторияны жандандырудың жолдарын өздері іздеп қарап көріп, практикада жүзеге асырды. Өлең жазуға келетін болсақ, бізге тағы да Gemini көмектесті. Мұнда өлеңнің ұйқасын, буын санын қай ақынның стиліне сай қарастыру керек екендігінде тәптіштеп жазудың маңыздылығын оқушылар осы жерде байқай алды. Келесі бізге грамматикалық нормаларды меңгеруге көмектесуге По платформасы көмектесті. Онда мен өзімнің Айнұр апай деген чат-ботымды құрастырдым да, онда мәтін талдауға көмектесетін жадынаманы орналастырып, оқушылар осындағы чат-бот арқылы өздерінің жұмыстарын көрсете алды. Енді бізге әрі қарай қандай құралдар көмектескенін мен сіздерге ұсынып отырмын QR-код арқылы. Енді бұл жұмыстың нәтижесі бізде бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалауларда анықталды. Таңдалған кейбір оқушылардың жұмыстарының деңгейінің жақсарғанын осы жерде байқауға болады. Сөз соңында мен сіздерге өзім туралы ақпаратты ұсынғым келіп тұр, себебі бұл жұмыс бір айдың, бір тоқсанның көлемдегі жұмыс емес, бұл жылдар бойы жалғасқан ізденістің нәтижесінде деп айта аламын. Және соңында сіздерге мұғалімдерге арналған онлайн буклеттің сілтемесін ұсынып отырмын, қолдануға болады.